Canvaға әртүрлі сыртқы қосымшалардан файлдарды жүктеп, оларды өңдеп, өз дизайндарымызда қолдануға болады. Canvада өз медиа файлдарыңызды жүктеу үшін негізгі беттің баннердің төмен жағында жүктеп салу батырмасы бар. Соны басамыз және мына жерден файлдарды таңдаймыз. Мысалы, міне файл жүктеліп жатыр, ол соңғы дизайндарда көрінеді. Canvaға басқа қосымшалардан файлдарды жүктеу үшін жобалар бөлімін пайдалануға болады. Ол үшін жобалар батырмасын басып, және мына оң жақта жаңасын қосу деген бар. Жүктеп салуды басамыз және осы жерден мысалы файлды таңдаймыз. Canvaға жүктелген файлдар дизайн ретінде көрінеді. Файл енді Canva дизайны екенін көре аламыз. Шрифт басқаша көрінуі мүмкін, себебі түпнұсқада пайдаланған шрифт қолжетімді болмаса, Canva оған ұқсас. Жобалар бөлімінде оң жақтағы батырмадан жаңасын қосу. Мына жерден тағы да қолданбадан импорттау деген опция бар. Оны бассақ, міне Google Drive, OneDrive немесе Dropbox'тан импорттауға болатын көрсетілген. Файлдарды кедергісіз жүктеп салу үшін тіркелгіңізді қосу керек. Мен Google Drive'қа кіріп, ақпаратын енді мына жерден керекті материалды таңдап жүктей аламын. Енді мына жерде Canvада басқа қосымшалардан жүктеу тағы да бір амалы, ол редакторға кіріп, бізге осы материалға, осы презентацияға материал жүктеу керек. Сондықтан компьютерден жүктеп аламыз. Материал жүктеліп жатқаны көрініп тұр мына жерде. Енді жүктелді, оны дизайндардың ішінен тауып аламыз. Біз жүктелген материалды табу үшін редактордың ішінде жобаларға кіреміз және мына жерден жоғары жақта жобаларыңыз дегенді ашамыз. Міне біздің жүктелген материал шықты мына жерде. Енді мен мына бір бетті қосқым келсе, онда сол бетті басамын. Жаңа бет қосу деген таңдаймын. Жаңа біз қосқан бетті презентацияны басқа алып, мына фонды бірдей қылу үшін фонға басамыз. Міне фон көрінеді мына жерден. Және мына келесі парақты таңдағанда осы фонды таңдаймыз. Мына элементті алып тастайық. Оның орнына мыналарға ұқсайтын элемент немесе осының біреуінен көшіріп алсақ болады. Нүктелерді алып тастайық. Бұл бейнеде біз сыртқы қосымшалардан файлдарды қалай жүктеп теңшеуге болатынын қарастырдық. Сыртқы қосымшалардан жүктеу арқылы материалдарыңызды ыңғайлы түрде ұйымдастырып, оңай өңдеуге мүмкіндік аласыз. Енді сіз өзіңіздің оқу материалдарыңызды жылдам және тиімді түрде жасай аласыз.